Жаңғыру корпоративтік оқыту жобасының жеңімпаздары анықталды. Биыл алғаш рет Қазақстан 2050 қозғалысының қолдауымен кәсіпті тиімді жүргізуді үйрету тренингтері өткізілген еді. 5 минутты инвестиция тартып болашақта тәжірибесін бөлісетін боламыз. Ең басты идея, ең бізге бір керемет бір профессор сұрақ қойған, ең әлемдегі ең тұрақты валюта не деп? Әлемдегі ең тұрақты, біз доллар дедік, теңге дедік, алтын дедік, бриллиант дедік. Жоқ, ең басты сіздердің ақыл ойларың, идеяларың. Ең басты ең тұрақты валюта идея. Басты идеясы, анау сол трендті пайдаланып қалып, біздің оюларымызды насихаттап қалуда. Мен біріншіден сететін жер тап, бірнеше біз адамдармен сөйлестік, Қытаймен сөйлестік, бірақ сететін жер таппадым, екіншіден қаржы таппадым. Бірақ идея менің түйінделіп, аргументтері бәрі тізіліп, менің компьютерімнің ноутбугымда жүр. Сөйтіп келіп бара жатыр, сол кезде жаңағы Талғат ағамыз инвестор. Мен ол кезде 30 метр болды. Сол кісіні кездестіріп қалдым да сол жерде көшеде бірден айттым, ал енді айттым, негіз керек ол кісіге. Көрсетші деді да, мысалы. Мен бірден аргументтер көрсеттім. Аргументтер себебі дайын жүрді. Дайын жүр, презентацияны дайын. Айттым ана келесі презентацияны дайындап келдік. Сол кезде мысалы қысқа уақытта, сізге ол кезде ертең мысалы презентацияңыз болмаса аргументтер дайын жүрмесе, сіз ол жерге кетіп. Сол арқасында қаншама инвестиция тартылып, жоба жүзеге асты. Мына осы элевейтор пич деген нәрсені айтқым келіп келеді. Элевейтор пич деген келеді. Жалпы мынау лифт ішіндегі осы мысалға мен қолданған әдіс, мысалға инвестиция тапқанда қолданған сол элевейтор пич болса. Лифт ішінде мысалға сіз инвестор мына офиске кіріп келатырсыз, алдында күттіңіз, иә, кеңсенің алдында инвесторды күтіп тұрсыз, қаншама күннен бері күтіп жүрсіз. Өйткенде ол келіп бара жатыр, мына офиске кіріп кеткен ол уақыт болмайды сізде. Сізде уақыт болу керек, анау лифтте соны ұстап амандасып, лифттің алдында. Лифтте кетіп бара кезде өз-өзіңіздің идеяңызды өткізіп алып сатып жіберіңіз, идеяңызды. Сөйтіп оны сатып жібергеннен мақсатта сізде не кездесуге не жасау, кездесуге ұйымдастыру, кездесуге келісіп алу, болмаса визитка алмасу, визиткаңыз беріп қалу. Содан шыққан, бірақ ол лифтте ғана емес, кез келген уақытта, кез келген жерде болу. Мысалға сізде идеяңыз бар, инвестор таппай жүрсіз. Мысалға бірақ танымал адамдар, мысалы Қуаныш Шоңбай болмаса жаңа, Бейбіт Әлібеков болмаса жаңа, Қадай Қайрат Құдайбергенов. Оны көріп қалдыңыз, көріп қалған жеріңізде жақсылап жол тауып, әңгімелесіп, сөйлесіп, бірден неңізді өткізіп жіберу. Осыған дайын жүру керек та. Женева біріншіден Женева бизнес скул деген ол швейцариялық бизнес мектебі. Қазақстанның бүкіл әлем бойынша Испанияда, Барселонада, Біріккен Араб Әмірліктерінде, Мәскеуде, Лондонда, сосын Астана мен Алматыда гранты нелер бар, филиалдар бар, соның гранты. Одан сабағым. Бізге корпоративті оқу болды, жаңғыру корпоративті оқу деген сол оқу бірінші рет ұйымдастырылды. Соған тапсырдық, 200 адам ішінде 50 адам өттік, 50 адам ішінен 37 адам бизнес кейс берді. Сіздерді келесі жыл жобаға тапсыра аласыздар, үнемі хабарда болыңыздар. Хабар керек болса, ол жөнінде мәлімет керек болса, менің осы презентацияда келіңіздер, көп мәлімет болсын. Сосын сол 37 адам шештік, 10 адам финалға өттік. Бизнес кейс шештік. Ол да питчинг. Сол кездегі мен не қылдық? Бізге былайшыққан кезде тоңғы неде мысалға біздің бәріміздің, мен ойлаймын, менің жалпы бизнес кейс шешкендегі вордпен 10 парақ болды, 10 бет болды. Мен ойлаймын, кәр басқа әріптестерден сұраған кезде олар 20 бет болған, 30 бет болған, біреуі 50 бет болған да. Содан кейін бізге мысалға финалда бізге 5-ақ минут уақыт берді. 5-ақ минут. 7-ақ слайд, 7 слайд. Сол кезде талап та. Соны мен бұл жерде айтпағым, сіздер егер бір жерде мысалға жаңағыдай стартаптардың конкурсы болса, мысалы, стартаптың конкурсы болса, инвестордың алдында жаңағыдай не презентация қорғауларыңыз керек болса, нақты талаптармен танысаңыздар. Нақты талап бойынша не керек? Соны істеңіздер. Соны істеген абзал деп ойлаймын. Себебі нақты да сіз сияқты адамдар көп, ол нақты ұйымдастырған, нақты құрылымы қалыптасқан. Жол табу керек, шығармашылық ойлау керек.
яғни одан да нақты сіз ол жерде мен ойладым, былай ойладым сонда. Бұл сол нақты болу кезде былай ойлап кеттім. Бүкіл жюри мүшелері қазылар алқасы біздің жаңағы бизнес кейстермен олар бар былай көлденеңнен былай да оқып қойған. Олар танып тұр да біліп тұр да. Бізден яғни сіз ойлаңыздар, не сізден олар талап етті. Сіздер де мысалға өзіңіз бизнес стартап жобаларыңыз үшін өткізесіздер ғой. Сөз олар сізден танысып қояды да, сізге 5-ақ минут береді, 5-ақ минут берген кезде нені сынамау керек, нені сынағысы келіп тұр. Олар нақты сізге уақыт беріп тұр, 5 минут, тайм-менеджмент тексермекші. Нақты талап беріп тұр, сіз талап бойынша өз-өзіңізді, нақты талап сізде мысалға бизнес біреу тапсырмай берсе, бизнесте мысалы кәсіпкерлік салада нақты тапсырмай берсе, сіз бүйтіп лағып жүрсеңіз айтады ғой, ертең мысалы сізді жұмыстан шығарып жіберіп, болмаса бизнесте де солай ғой, нарық сізге не талап қойып тұр, нарықтың сол талабын орындау керек қой. Сіз нарық бір талап қойып тұр, сізге өзіңізше барып орындамайсыз, нарық онда сіз лақтырып тастайды. Сол кезде соны тексергісі келіп тұр ғой. Артық не кем емес, ширақ айналасы жүріп жүрген болсын да. Тайм-менеджмент болған кезде бәрі мысалға мен айтайын 10 адам қорғады, 10 адам ішінде бәрі бізбен немен терезесі тең мамандар, керек десеңіз деген мамандар, бірақ олардың бәрінің қателік тайм-менеджмент кетті. Ешқайсысы 5 минутқа сыймады. Ұшып кетті. Біреу 2,5 минут өзі таныстыруына кетті, 2,5 минут алғашқы кіріспесіне кетті, сонымен уақытыңыз бітті, сау ал мен тура 4-тен 59 минут кеткенге бітірдім. Содан кейін нақты мен уже айтқан кезде бар болған, мынау вода дейді ғой, сылыр суды бар болған, бірден алып тастау керек. Осы бизнес тренер сізге айтады ғой, мысалы 5 минутта бір болса 1 минутта түйіндеп бер ойын деген кезде сенің ол қабілетті тексергісі келіп тұр да, мынаншама дүниені нақты ширақ 1 минутта сидіре алатын адам, ол осы кәсіпкер өзінің идеясын нақты білетін адам. Сол тексерді да біздің, яғни нақты сидіріп берді. Содан кейін нақты сіздің түйіндеу керек болды. Осы мәселе болып қалды. Содан кейін маған ең қатты көмектескен нәрсе ол барлық жерде сізге көмектеседі. Көп жағдайда да өмірде де жалпы. Body language және тіл деген естідіңіздер? Қайдан естідіңіз? Қалай көмектесті көресіз? Тағы да дене алдамайды дейді ғой. Дұрыс айтасыз. Өте дұрыс. Содан біліп қоя болады. Қолысып тұр ма? Сол кезде мен 10 адам қорғаған кезде де көп қателіктері олардың осы дене тілінен кетті да. Біз жерде мынандай трибуна тұрды. Трибунаның артына кафедраның артына бәрі көп стол бар. Қағаз қойып қойды. Қылып алды. Ол деген мен сендерден қорқып тұрмын. Мен ана бір айзаға барайын, қыла тұрайын. Болмаса жаңағындай презентациясы айналады өзі айтылады. Болмаса мүлдем жестикуляция жоқ, болмаса жестер жоқ, оның жұмыс істеу. Немесе тіпті қатты. Вертолет болады. Ол адам алдамдан сенің презентацияңыз, сенің қолыңның анау несі, сермегенің, сен бүкіл анадарды зығырдан қайнап тұр. Презентация жасайды. Осы дезеттен және яғни да мысалға содан кейінгі сіздің мына сахна сізге берілді. Мына сахна сіздің иесізсіз. Презентация болмаған кезде, презентация болмаса ортада тұрыңыз. Аяқта нық, қолыңыз өзіңізге сенімді. Жестер көп спикерлерде, бізде Қазақстан спикерлерде жестер жабық, қолым бүйтіп болады. Сөйлейді, болмаса былай бүйтіп сөйлейді. Болмаса арты көрсетеді. Міне, мен сендердің досымыз, мен сендерге ашықпын. Сендердің сұрақтарыңызға да, пікірлеріңізге де, және де мен білуім беріп ашық. Презентация көбінесе жестеріңіз былай ашық болады. Бізде сол жақта тренинг өткізіп, қалай пич жасау керек туралы тренинг өткізіп, бізге өз құпияларымызды бөлісті. Жалпы Shark Tank деген мағынадан білесіздер ме? Үлкен бизнесмендер, Марк Кюбен, Гарри Вайнерчук, тағы үлкен сондай инвесторлар, венчур капиталисттер дейді ғой. Солар отырып, сіздер мысалға аласыздар, 1 минут беріледі. 1 минуттың ішінде, бір минут беріледі, 1 минуттың ішінде сіз өзіңіз идеяңыз құрап жүрсіз. Инвестиция керек, сіз соны берейін. Сондай бағдарлама. Сол кезде ол бізге сабақ өткізді. Сабақ өткізген кезде бірден WhatsApp нөмірін жазды. WhatsApp нөмірге өздеріңіз, сіздерге мүмкіндік беремін өздеріңіз пич жасауға. Бизнес идеяларыңызды осы жерде айтуға мүмкіндік беремін. Мен WhatsApp-ын өзіңіздің бизнес идеяларыңызды жасаңыз. Мен 5 адам таңдауым үшін. Сол кезде мен Қазақ спикер жобасымен айналысып жүргем. Үлкен мүмкіндік болды. Мен өзімде негізі ол фестивальға инвестор деп қараймын.
Сонымен көйлемдік мүмкіндіктерімді бірден жаздым. Қалай мен осындай идеям бар, Қазақстан университетінің ол мақсаты осы біздің ұлттық ойынымызды насихаттау әлем бойынша бір рет жазып жібердім. Сыпайылап сіз деп сөйтіп, сіз деп сөйлеп. Соның бір кезде сөйлеп бітті. Мен бірінші сөйлейтін шығармын деп ойлағам. Мен сөйлеген жоқпын. Мен екінші сөйлейтін шығармын десем, екіншіден сөйлеген жоқпын. Бітіп қалды. Бітейін деп уже уақыт кетіп баратыр, шансым кетіп баратыр. Қайтадан жазып жатыр. Қайтадан жазып жаудырып жатыр. Мен нелерімді жаңағы SMS-терімді жаудырып жатыр. Соның бір кезде былай айтқан кезде содан ұтқан нем табанды болу керек та, қайтпау керек. Табанды таныту керек ол сіздің. Біріншіден инвесторларда мынандай болады. Фильтр болады. Яғни ол мысалы инвестор болып, біздің көзімізде олар кімдер? Біздің назарымызда олар ақшасы көп адамдардан. Ақшасы көп адамдарға көп адам ақша сұрап барады. Олар ығыр шыққанда көп адам ақша сұрап барған соң олар өздерінше бір фильтр болады болғанда. Сол фильтрде бірінші фильтрлер болады. Сол фильтрлерді тек қана табандар. Және өзінің идеясын сезімде. Содағы сабағым табанды болу керек. Яғни мен не істедім? Бірден жаза беріп. Соны ол тактика өткізеді, бірден тактиканы басқаша өзгертті. Содан кейін болған ол, мен Америкада болған ғой. Негізі қара жігіт қой. Қаралармен қалай сөйлесу керек? Мен сөйтіп жаздым. Тактиканы өзгерттім. Өзіме тең дәрежеде адамша ретінде сөйлестім. Қалай жағдай, мен өсіме келгенде мен жіберсейші, мен нәрсе деп жазып жібердім. Сол бір кезде, окей, you go next деп жазып жіберді. Сонымен мен шығамды беріп тұрсам, бір сөз деген таныстар, мынау керемет қыздар бар еді, мектеп жасында бір қыздар екен, жобалар бар еді. Жақсы ақ жоқ, бірақ қызық емес та. Қайталаған жоқ. Соларды кіргізіп мен алдым, тура мен алдым. Сонымен осыдан кейін соңғы питчтен мен қайтадан табандық та. Қайтадан. Мен, I'm fair man деп жазып жібердім. Бұл әдетсіз ғой, бауырым. Жазып жібердім, сөйтсем күліп жіберді, жақсы сені қоймай қойдым, сені жіберем деді. Соны шықтым, сонымен сөйледім, таныстырдым идеямды, қанша мүмкіндіктер шықты. Одан кейін олмен жақсылап сөйлесіп, одан кейін ол мен айттым, инвестор бол адам бол деп содан кейін ол мен күтті. Соны ол интервью берді, жаңағыдай бірнеше адамдар ойлады мен. Осы жерде 1 сағат, 2 сағаттан келді. Ойлады, оны келмейді деп ойлады. Не фильтр ғой тағы. А мен 2 сағаттан дәл сол жерде болдым. Одан кейін ол жіберген алып барып, сөйлесіп, көптеген ақш нарығына қалай шығу, инвестор тарту, маркетинг, ақштағы маркетинг ерекшелік туралы 1 сағат отырып, Астанаға барысқан кездегі Астанада Экспон басшылығына осылай спиннерді жарнамалайын деп айтты. Осы сол табанды болғанға. Сіздермен дәл сол фестивальда Кристофер Грей деген бизнесмен, кәсіпкер, жас кәсіпкер, сол ABC телеарнасына қатысып, ABC телеарнасында Шарктан бағдарламасына қатысып, $1,300,000 есебінде грантқа ие болған. Ол Сколы деген қосымша жасаған, соны сол жерде таныстырған, сөйтіп өзіне дегеніне жетіп грантқа ие болды. Кристофер Грей өз жобасында қалай $40,000 тапты деген, сол жобада сол неде қалай $40,000 тапты деген, сол заманшыл жіберіп қойған. My company is Scally. I'm seeking $40,000 for 15% of my company. College is expensive. I know, I'm a student. The cost of college rises every year, and students and parents are forced to take out student loans to pay the bill. This puts many students in insurmountable debt. But there is an alternative: scholarships. The only problem is these scholarships are extremely hard to find. This causes millions of dollars in free money to go to waste, as many students don't know this money exists. So that's why I created Scally. Scally is a mobile app that matches students with hundreds of potential scholarships. You simply input some information about yourself, such as the state you live in, your GPA, and press match, and there you have it, a list of scholarships you qualify for, literally in minutes. Scally isn't just a business, it's my passion. I want to help students like myself find money to go to the college of their dreams. So investing in Scally means that you too can make some dreams come true. So let's do this. I'm going to do something I've never done before. I haven't heard a whole lot, but I'm going to make you an offer right now. Awesome. Let me just ask some real questions, okay? My offer right now is the $40K for 15%. I believe in you. I believe in what you're doing is good. I think that we will make it together, so I hope you just say yes. I would love to hear other offers, Lori, and I really appreciate that.
Look at me. I believe in what you're doing. I don't care about how we're going to monetize it. I just want you to take my hand and say, deal, and we will make it work. But I'd like you to do it right now. Ол жердегі бүкіл жаңағыдай техника уже қалыптасқан, ол жердегі мысалға инвесторлар қаншама күнде мысалы қаншама не тыңдайды, қаншама спичтер тыңдайды, сосын олар былайша айтқан кезде жалыққанда солардың содан кейін солардың мысалға олардың былайша айтқан кезде фильтрін жаңағы қорғанысы тесіп өтетін өзінің нақты бір методика жазады. Сол методиканы мысалға Кристофер Грей көрсетеді, сол нақты адамды бірге талдайды. Парасатты пич жасаудың нақты 7 қадам. Өзіңді міндетті түрде қысқа таныстыру. Нақты не керек екенін білу, өзіңді нақты білу. Мысалы, сіз барған кезде де, инвесторға барғаныңыздың жаңағы лифттегі пичта, элевейтор пичта. Мысалы, көп кездесіп қалдыңыз бір адаммен, міндетті түрде өзіңізді таныстыру керек деп ойлайсыз. Мысалы, қысқа түрде менің атым осындай, мен осындай компанияның осындай компанияның негізін қалаушымын. Сізге мысалы инвестиция бөлмесе де, сізде бірақ былайша айтқан кезде сіздің есіңізде қалып қалдыңыз. Сіз басқа жерде бір кездескен кезде есіңізде ол кісінің есінде болсын. Сол үшін өз-өзіңізді жаңағы мысалы кез келген бір неге барсаңыз өз-өзіңізді таныстырып, жаңағы әсіресе мынау Крис Грей не деді? Менің есімім Крис Грей, менің компаниям аты Сколы. Менің компаниям 15% үлесіне $40,000 іздеп жүрмін. Нақты ол өзі таныстырып, нақты не керек екенін өзіне айтты. Сосын өз оқиғаңыз, жоғары оқу орнында оның не деді? Ол не деді? Өз оқиғаңыз дегеніңіз. Жоғары оқу орнындағы оқу ақысы өте қымбат. Мен оны білемін, өз оқиғасы. Мен оны білемін. Мен ана біреудің есіне жетіп, мен оқиғам, мен басына өткен. Мен оны білемін. Себебі мен студент өз оқиғасы. Өзінің оқиғасы келген кезде адам не дейді? Не істейді ол? Мынау адам өзі, мысалы, сіздің басынан кешкен нәрсені айтқан кезде адам айтқан кезде эмпатия дейді ғой, эмпатия бар. Оған адамға сіз сене бастайсыз, сіздің басынан осыны өтті, мен сені түсінемін. Адам түсінеді. Сол адам бірден тартады. Себебі мен студент, мен басынан өткен оқуға қымбат. Мынау шын мәніндегі сөз, адамдар сенің сату питчингінен емес, сату питчингінен бұрын сен айтқан оқыған есте сақтайды. Мысалға біз кез келген бір жерге барыңызда, мысалға кез келген жерге барған кезде сізге мысалға қаншама статистика айтады, қаншама фактілер айтады. Көбісі есте қалмайды. Бірақ не қалады есте? Оқиға қалады. Адами оқиға. Таза қарапайым адами оқиға. Қазір мысалға мен айттым, сіздерге көп фактілер айттым. Бірақ менің нақты басынан кешкен оқиға сіздердің естеріңізде қалды. Қалай жүрген, бастаған, қалай жүрген, не қалды, сол сияқты өз оқиғаңызды тартсаңыз, адамдар оқиға тартады. Проблема. Қандай проблема? Содан кейін ең айтарым, егер адамдар сені ұнатса дейді, олар сені тыңдайды. Ал егер солар саған сенсе, олар сенен бизнес жасайды. Шын мәнінде өте дұрыс сөздер. Ойлаймын мен сіздер осы мен басынан шын мәнінде басымызда өткен нақты кейстерге құрылған осы тәжірибемді сіздермен бөлістім. Сіздер де осы нақты қадамдар қолданып, үлкен аудиториялардан, инвесторлардың алдарында осы әдістерді қолданып, сұрақтар болса MBA бойынша, жаңғыру, корпоративті оқу мәселесі бойынша, басқа да сұрақтар бойынша осы менің нем, әлеуметтік желідегі мекен-жайым, сұрақтарыңыз болса, маған тікелей сөйлесуге жекемен шықсаңыздар болады. Содан кейінгі мәселе, мынау презентацияны сіздерге осы бізге нелерді салып өздеріңіздің электронды пошталарға жіберіп салып қалдырсаңдар, мен сіздерге жіберіп. Ал енді сұрақтарыңыз болса, сұрақ болып интерактивті түрде талқылайық. Қандай сұрақтар бар? Презентация бойынша. Презентация азыр қатысы. Мысалға біз инвестиция ұтып дейік. Ол егер инвестициядан ақша жұмсап жасап, оны жеп қойып, біресе болса бізде қандай әрекеттер бар? Біз не себеп біз идеямызды бережемізді инвестиция беретін адамға айтып. Өте жақсы сұрақ негізі. Инвестор тартқан кездегі мәселе, ең маңызды мәселе, бірінші ол баста айтқан кезде ғой, жағада келіп сала керек та. Қанша инвестиция бөлінеді, содан кейін оның жаңағы сіздердің кім қанша алатындар.
Сағалады бізде мынандай нені ұсындық, система жүйе. Сіздер инвестор тартасыз, инвесторға айтасыз, сізге менің сіздің ақшаңыз қайтқанша, мысалы саласыз ғой, мысалы 100 000 салады дейді. Сіздің бүкіл ақшаңыз қайтқанша 80% мен сізге беріп отырып, 80% мен алып отырып, 80% мен алып отырып, 80% сізге беріп отырып, 20% мен алып отырып. Сондай біз сондай система, сондай схема ұсындық. Және де сіз айтқандай оны, егер қосымша инвестиция болса, онда қосымша келісімдер болады. Қосымша келісімдер. Негізі мынандай жағдай болды, найми кезет деген бар ғой. Оған тура сондай жағдай болды. Басында бір инвесторға тартқан, сол инвестиция жетпей қалып, сол қосымша тартқан, қосымша келісімдеріне реттеле берген. Тағы сияқты. Қандай дос егер, мысалы 10 миллион теңге инвестиция беретін болса, екінші оған алып қойын беретін болса, ол бізге қалай сенім мақұл екеніңіз болады. Біз жүрмей қалған жағдайдың болады. Екен ма, біз оған қайтарамыз ба? Біз алда уақыт беріңдер. Біз өзіміз сенімді банк болғанда немесе өзіміз ақтамай қалуы мүмкін. Табыс аз болып қалуы мүмкін деген секілді. Жақсы сұрақ. Былайша инвестормен жаңа айтып отырмын ғой, тең дәрежеде болсын үшін мәселе қатынас. Сізде инвестормен енді былайша айтқан кезде сіз келісесіз ғой. Жаңа инвестор айтып ғой жаңа. Сіздер тең дәрежедесіздер, сіздер әріптессіздер. Жаңа инвесторды салды ол бізден сізде былайша айтқан кезде бүкіл бәрі сен, бүкіл сіздің қалай жүріп олар былайша айтқан айтып жаңа тең дәрежеде ол риск бар. Сіз мысалы бәрі ашып айтасыз ғой, бәрі. Мысалы риск бар ғой, риск кез келген жерде. Риск мысалы өмір жоқ. Риск бар. Риск болған жағдайда екеуіңіз инвестор. Сіз ол инвестиция ретінде ақшасыз ғой. Инвестиция ретінде өзіңіздің жігеріңізді, біліміңізді, уақытыңызды және де өзіңіз репутацияңыз салып. Сол үшін ол жерде 50-50 да. Егер ұтсаңыздар бірге тұрсыздар, оның бәрі келсе алдына келсін. Мысалы біз енді ибидейте доляны қалай бөлісу керек, қандай келісімшарт жүзеге алсақ, уақыт болса тағы қосымша айтып негізгі тақырып сөйлететін курстар студенттерге енді сұрақтар көп болды. Басында қалай болды, одан қалай болды, толық айтамыз.